Сәлеметсіздер балалар, математика 2 сынып 26 сабақ. Бүгінгі сабақта айырмалық салыстыруға берілген есептерді үйрену боласыңдар. Бірінші есепті шығар. Ағам 11 жаста, ал қарындасым 6 жаста. Ағам қарындасымнан неше жас үлкен? Қарындасым ағамнан неше жас кіші? Есептің әртүрлі екі сұрағына жауап беру үшін неліктен азайту амалын ғана қолдандым, түсіндір. Bir санның екінші саннан неше бірлікке артық не кем екенін білу үшін үлкен саннан кіші санды азайту керек. Ағам 11 жаста, қарындасым 6 жаста. Неше жас үлкен екенін білу үшін 11-ден 6-ны азайтамыз, 5 жаста. Ағам қарындасымнан 5 жас үлкен, қарындасым ағамнан 5 жас кіші. Екінші кестені пайдаланып есептер құрастыр. Шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Ағам 22 жаста, үлкен кіші белгісіз, қарындасым бізде түрлі жастары әріпті өрнектер берілген. Ағам 22 жаста, қарындасым А жаста, үлкен кіші. 22 азайту А, ағам қарындасымнан 22 азайту А жас үлкен, қарындасым ағамнан 22 азайту А жас кіші. Ағам Б жаста, қарындасым 5 жаста. Б азайту 5, ағам қарындасымнан Б азайту 5 жас үлкен, қарындасым ағамнан Б азайту 5 жас кіші. Ағам 13 жаста, қарындасым С жаста. 13 азайту С, ағамнан қарындасымнан 13 азайту С жас үлкен, қарындасым ағамнан 13 азайту С жас кіші. Есепті шығар. Әпкем 16 жаста, ал інім болса одан 9 жас кіші. Інім неше жаста? Әпкем 16 жаста, інім одан 9 жас кіші. 16-дан 9 айтамыз, 7 жас. Інім 7 жаста. Төртінші, ағам 29 жаста, ал әпкем одан 5 жас үлкен. Әпкем неше жаста? Ағам 29 жаста, әпкем одан 5 жас үлкен болса, 29-дағы 5-ті қосамыз, 34 жаста. Әпкем 34 жаста. Теңдеулерді шеш. Х азайту 13-тен 38. 38-ге біз белгісіз санды табу үшін 38 пен 13-ті қосамыз. 51 азайту 13, 38 тең 38. 52 азайту Х тең 28. Х табу үшін 52-ден 28-ді азайтамыз, 24. 52-ден азайтамыз 24-ті 28 тең 28. 25 қосу Х тең 63. Белгісіз санды табу үшін 63-тен 25-ті азайтамыз. 38, 25 қосу 38 тең болады 63. Алтыншы есептерді шығар. Асында ауылда 17 досым бар, ал қаладағы достарымның одан 8-і артық. Қалада неше досым бар? Ауылда 17, қалада белгісіз 8-і артық. 17 мен 8-ді қосса 25 дос. Қалада 25 досым бар. Әсінде қалада 25 досым, ал ауылда 17 досым бар. Ауылдағы достарымның қаладағы қарағанда нешеуі кем? Қалада 25 дос, ауылда 17 дос. 25-тен 17-ні азайтсақ 8. Ауылдағы достарымның қаладағы қарағанда 8-і кем. Жетінші, өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте. Бізге 22 қосу 17 қосу 38 қосу 23 өрнегі берілген. Осыны тиімді тәсілмен есептейтін болсақ, 22 мен 38 жақшаға аламыз, 17 мен 23-ті жақшаға аламыз. Сонда 60 қосу 40 тең болады 100. Екінші өрнегім 28 қосу 40 қосу 10 қосу 12. Бұнда 12 мен 28 пен 12-ні жақшаға аламыз, 40 пен 10-ды жақшаға аламыз. 28 пен 12-нің мәні 40, 40 пен 10-ның мәні 50. 40 пен 50-дің қосындысы 90. Сызба бойынша 8-ші есепте есеп құрастыр. Оны шығар. Әмина 8 ұпай артық белгісіз, 27 ұпай кем. 80-нен 27-ні азайтсақ 53 ұпай. Ардақ 53 ұпай жинады. 9-ші есеп 1-ден 100-ге дейінгі 7 цифры неше рет кездеседі? 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 97, 19 рет кездеседі. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.